Түркияның елордасы Анкара қаласының ең көрнекті, ең дамыған, 1 миллионнан астам халық тұрғыны бар Keçiören ауданында осы дәстүрлі жыл сайынғы іс-шараларымыздың кезектесі өтіп жатыр. Бұл жолғы іс-шараны біз алдағы келе жатқан елордамыз Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына тарту етіп жатырмыз. Енді бірнеше іс-шаралар болады, соларды атап өтетін болсақ, таңертеңгіміз қазақтың классик жазушысы, балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты кітабының және сол кітаптың негізінде түсірілген кинофильмі тұсаукесері өтті. Бұл жерге жаңа түрік бүлдіршіндері, мектеп оқушылары келіп, сол фильмді тамашалады, барлықтарына сол кітапты тарту еттік. Жалпы Бердібек ағамыздың осы уақытта ішінде шетелдің 61 тіліне 10 шақты кинофильм, шетелдік кинофильмдер аударылған екен. Осы алғаш рет Түркия жерінде, Анадолу жерінде өз түріктеріне аударылады. Енді алдағы кезеңде Түркияның белді телеарналарында сол кинофильмді көрсетуді жоспарлап отырмыз. Содан кейін осы Keçiören ауданында Сүйінбай Аронұлы мен Жамбыл Жабаевқа арнайы бір өзінше ерекше құрмет бар. Ол құрметтің белгісі осы жерде Сүйінбай Аронұлы атындағы парк бар. Сол атамызға, бабамызға арналған бюст бар. Сол Сүйінбай Аронұлының шәкірті болған Жамбыл Жабаев бабамызға арнайы көше бар. Өткен жылы ашылды. Биыл сол бабаларымызға Құран бағыштап тағзым еттік, еске алдық. Сол жерде арнайы Жамбыл атамыздың өмірбаянын айтылған кісінің жаңағы туындылары айтылған естелік тақтайша қойдық. Сонымен қатар осы мерекелік іс-шараға арнайы Ақтөбе қаласының әкімдігінің орынбасары келді, Алматы облысы Жамбыл ауданының өкілдері келді, мәслихат мүшелері, Жамбыл атамыздың қорының төрағасы келді. Бердібек Соқпақбаевтың кезінде жұмыс істеген Балдырған журналының бас редакторы келді. Осында үлкен алқалы кең делегация келді. Және бүгін кешке осы Keçiören ауданында майданында үлкен концерттік мерекелік шара болды. Бұл концерттік шараға Ақтөбе облысының фольклорлық халықтық би тобы, өнер тобы келіп жатыр. Олардың осы Keçiören'ден ертең Анкараның басқа жерлерінде жалғастырылады және Түркияның осы жерден басқа оңтүстік шығысындағы 3-4 қалаларында осындай гастрольдік шаралар жалғасады. Жалпы Анкара, Астана қаласымен бауырлас қалалар дейсіздер. Сондықтан Түркияның елордасы Анкарада Астананың 20 жылдық мерейтойын тойлау басталып кетті десе болады.